Қайырлы күн, қымбатты менің тыңдармандарым. Мынау мен бүгін TikTok каналынан келін мен ененің бірге тұрғаны қате деген атты оңтүстік телевизияның өткізілген сұхбатты тыңдап, мен де өз ойымды айтқым келіп отыр. Бұл жерде менің ойымша келін мен ененің бірге тұрғаны дұрыс деп ойлаймын. Мынау қазіргі заманда келіндер енемен бірге тұрғанды ұнатады. Себебі олардың атқаратын жұмыстары бар, араласатын ортасы бар, баратын жерлері бар, тағы сол сияқты көп қой енді айта берсек. Міне сондықтан ол келіндер балаларын қарауға енелеріне сеніп тапсыра алады. Себебі үйде отырған енесі оны жаңағыдегі сабағын үйретеді, ойын алаңдарына апарып ойнатады, басқа да деген көп қой енді айта берсек. Тамақ ішкізу бар, киімін кигізу бар, сондай сияқты көп қой айта берсек. Міне осылардың барлығына ененің бірден бір қолғабысы тиіп жатады. Міне осыны түсінген келіндер енемен бірге тұрғанды ұнатады деп ойлаймын. Ал мынау қазіргі кезде жастарымыздың ой өрісі дамыған, заманауи өмірде өмір сүріп жатыр, алып атқан ақпараттары көп, білім алғысы келеді, дамығысы келеді, жұмыс істейтіндер жұмыс істегісі келеді, тағы да сол сияқты. Сондықтан мынау енемен бірге тұрғанды олар қалайды деп ойлаймын. Олар үшін дұрыс шешім деп ойлаймын. Себебі мына иманды, адамгершілігі мол, тәрбиесі бар, жақсы тәрбиелі ортадан шыққан, келешегін жан-жақты ойлайтын келіндер мынау енемен бірге тұрғанды ұнатады, бөлек тұрғысы келмейді. Мен өзім солай ойлаймын. Ал мынау ене деп отырғанымыздың өзі сол келіннің сүйген жан-жары, яғни күйеуінің анасы. Ал анасы баласын өмірге қалай әкелді, оны қалай тәрбиеледі, міне соны жасаған ене оның немересі, баласының баласын, яғни немересін деп солай тәрбиелейді. Себебі ол аналардың өмірден алған сабағы көп. Өмірлік алған сабағы көп қой, сондықтан олар қалай тәрбиелеуді біледі. Ал енді мына жерде айтып отыр, бұрынғы кезде күнкөріс төмен болған, сондықтан келіндер енелермен бірге тұрған деп жатыр ғой. Мен оған келіспеймін. Себебі мынау қазақтың менталитеті бойынша келінді қолға түсіргеннен кейін ол келінді қазақтың салт дәстүрі бойынша тәрбиелеген. Сондағы жаңағы кісіні қалай күту керек, баланы қалай тәрбиелеу керек, жұртпен қалай сөйлесу керек, не жасау керек, не істеу керек, міне солардың барлығын олар сол үйде отырып үйреніп шыққан. Міне соны үйреніп шыққан келіндерді ата енесі жеке үй етіп, яғни енші беріп, отау етіп шығарып отырған. Ал енді мен осы тұрғыда тағы да бір нәрсе айтқым келіп отыр. Менің өзімнің енем абысыным бар, оны біз енеміз деп атаймыз. 80-дерге келген, сол кісі былай дейді: келген келінді 5 жылдай тәрбиелеу керек қолда дейді. Себебі ол 5 жылда ол келін кімді қалай күту керек, кімге қалай жұмыс жасау керек, не жасау керек, не істеу керек, тағы да сол сияқты барлығын үйреніп, сол үйден тәрбиеден үйреніп алып шығады. Сол үйдегі тәрбиені алып шыққан келін жаңағы өз арбасын өзі дөңгелетіп, отауын жаңағы шырайналдып алып кете алады деп айтады, абысыным айтады. Сол сияқты бұрын біздің ата-бабаларымыз осы бұрынғы салт дәстүрді ұстап, келіндерді қолында солай ұстаған деп ойлаймын. Мінекей осы мынау біздің қазіргі мынау рухани өсіп жатқанымыз, рухани дамып жатқанымыз, осы мына ақпарат заманының болып атқан, көптеген келіп атқан, жастардың тыңдап атқаны, мына үлкен біздердің тыңдап атқан ақпараттарымыздың бәрі мынау біздің қазіргі өмірімізге өте қатты әсер етіп жатыр. Себебі сол арқылы қазір енелердің өзі де үйде қарап отырған жоқ. Ол кісілер де білім алып жатыр, жан-жақты оқып жатыр, дамып жатыр келіндермен бірге. Олар да жаңағыдегі көзі ашық, оқыған, білімді енелер көп қазір. Бәрін түсінеді. Мен өзім солай ойлаймын.
мен де сол ененің бірімін, менің де жасым 65-те, мен де 2 келін тәрбиелеп отырмын. Сол келіндердің қолында отырып, мен де өзімнің қолғабысымды тигізіп жатырмын. Рахмет тыңдағандарыңызға.